Армысыздар қадірменді көрермен. Мына бір картинаға қараған сайын рухың асқақтап, бойыңды мақтаныш кернеп кетеді екен. Тарихыңды тани түсуге деген талпынысыңды арта бермек. Князьдің ант беруі деп аталатын бұл картина туралы айтпас бұрын алдымен естеріңізге сала кеткім келіп тұр. Видеоға лайк басып, арнаға жазылмаған болсаңыз жазыла кетіңіз. Төменге пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпағайсыз. Князьдің ант беруі деп аталатын бұл суретті Николай Васильевич Орлов Петров деген қылқалам шебері 1912 жылы салған екен. Картинада табанның алдында тізерлеп, бас иіп отырған адам екінші Василий князь. Бұл Мәскеу князін жұрт Московский темный деп атаған. Бұл ант беру рәсімі 1446 жылы болған. Осы екінші Василий князь Дмитрий Шемякин деген үміткермен князьдік үшін талас тартыста сол 1446 жылы жеңіп шығыпты. Алтын Орда басқарушыларының қолынан осыншалық кемсітушілікке төзіп, осыншалық намыссыздыққа шейін барып ант беріп, князь атану Мәскеу үшін тұрақтылыққа, тыныштыққа берілген кепілдік еді. Сол заманның, яғни орыстардың тілімен айтқанда татар-моңғолдар ұрпақтары басқарған Алтын Орда мемлекетінің үрдісі бойынша Василий Темный Алтын Орда әміршісінің таңбасына, нақтырақ айтсақ, Алтын Орда ханы Ұлық Мұхаммедтің табан ізіне жығылып ант беріп, жүрелеп отырып ханның мөрін алу керек. Мөрге князьдік таңба қоса тапсырылды. Сосын ант сөзі оқылады. Суретте осы оқиға бейнеленіпті. Ерекше назар аударатын нәрсе мұнда қай жақтың үстем, қай жақтың бағынышты екені айқын көрініп тұрғандығы. Алтын Орда хандығы өкілдерінің тұрысы шетінен асқақ, айбатты. Олар князь болу үшін тізерлеп отырған Василийден бастап, оның жанындағыларға ызғарлана, сес көрсете қарап тұр. Ал орыс жағының өңдері сынық, көңілдері пәс. Суретте елшілердің киім киісі, ерткен тазыларына қараңыздаршы. Орыстар айтатын моңғол татар емес, нағыз қазақтар ғой мыналар. Қадірлі көрермен, арнаны қолдау мақсатында видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпағайсыз. Биыл 800 жыл толып отырған тарихтағы ең ұлы империялардың бірі Алтын Орданың бүгінгі таңдағы тікелей мұрагері қазақ елі жасай берсін.